Сәлем достар, сіздермен әлем ғажайыптар арнасы. Бүгінгі видеода мен атақты бокс қолғап шебері Хабиб жайлы айтатын боламын. Хабиб Нурмагомедов 1988 жылы Силди Цумани ауданында дүниеге келген. Бала кезінде әкесі Абдулманап Нурмагомедовтың бақылауында жаттыққан. ақш-қа келгеннен бастап АК залында Хабиб Мендестің бақылауында жаттығады. Хабиб Нурмагомедов 2017 жылдың ақпанына сәйкес UFC рейтингіндегі бүкіл салмақ дәрежесіндегі ең мықты жекпе-жекшілердің арасында 13-ші орынға қол жеткізді. Жеңіл салмақта чемпион Конор Макгрегордан кейін екінші салмақта. Ол тағы бар. Хабиб Нурмагомедов ислам дінін ұстанады. Хабиб Нурмагомедов Силди Цумани ауданы Дағыстан туылса да, Ресейдің азаматтығын алып, Ресейдің атынан UFC ереже жекпе-жегіне шығады. Хабибтің лақап аты Бүркіт. Туған күні 1988 жылдың 20 қыркүйегі. Туған жері Силди Цумани ауданы Дағыстан. Актер. Кәсіби карьерасы 2008 жылы басталған. Бапкерлері Абдулманап Нурмагомедов пен Харрер Мендес. Бойы 177 см. Ресей чемпионатының финалисі. Жекпе-жектен Еуразия чемпионы. Самбодан 2 дүркін әлем чемпионы. Панкратионнан Еуропа чемпионы. Нага грапплинг версиясы бойынша грэпплингтен әлем чемпионы. Сонымен достар, бүгінгі видеомыз ереже жекпе-жектен мықты Хабиб жайлы болды. Видеоны лайк басыңыз және арнаға жазылып қоңырау шалыңыз.